Сәлеметсіздер ме, білім алушылар? Бүгін біз сіздермен switch таңдау операторын өтетін боламыз. Бұл операторды өтпестен бұрын өткен сабақтағы if операторын қайталайық. Бізде мынадай мысал берілген болсын. A деген айнымалы бар. Оның мәні 5-ке тең. Енді егер A-ның мәні 5-ке тең болатын болса, сонда бізге 5 деген, яғни A 5-ке тең деген хабарлама, 10-ға тең болса, 10-ға тең деген хабарлама, 15 енгізсе 15 деген, және 20 енгізсе 20-ға тең деген хабарлама шығу керек. Егер A-ның мәні бұлардың ешқайсысына сәйкес келмесе, онда қате сан деген хабарлама шықсын. Бұл мысалды if-else операторының көмегімен қалай орындаймыз? Ол келесідей болады. Яғни мынадай конструкция жазамыз. Егер A 5-ке тең болса, онда экранға A 5-ке тең деген хабарлама, 10-ға тең болса 10-ға тең деген, 15 болса 15-ке тең, 20 болса 20-ға тең, және де егер ешқандай мән сәйкес келмесе, онда қате сан деген хабарлама шығатындай код жазамыз. Бұның жұмысын көрейік. Яғни бірінші жағдай бізде орындалып тұр, себебі бізде A 5-ке тең, сондықтан осы конструкция орындалады, осы конструкцияның осы элементі орындалады. Ал егер біз 15 деп жазатын болсақ, онда бізге A 15-ке тең деген хабарлама шығады. Ал егер біз 30 деп жазатын болсақ, онда бізге қате сан деген хабарлама шықты, себебі ешқандай шартқа сәйкес келмейді, яғни A-ның мәні ешқандай тексеруге сәйкес келмеді. Бірақ бұндай код негізі күрделі әрі түсініксіз болып келеді, яғни оқыған кезде бұл кодтың қай жерде не жазылғанын түсіну өте қиын. Сондықтан көмекке бізге бұл жағдайда switch операторы көмекке келеді. Яғни дәл осы тапсырманы switch операторының көмегімен жазып көрейік. Ол үшін бізге switch қызметші сөзі қолданылады. Жақшаның ішіне қандай да бір айнымалының атын жазамыз. Біздің жағдайда A. Яғни осы оператор арқылы біз A айнымалысының мәнін әртүрлі мәндермен салыстырып тексереміз. Кейін фигурал жақша жазып, оның ішіне бізде жаңағы тексерілетін мәндерді жазамыз. Тексерілетін мәндер тура бағанағыдай 5, 10, 15, 20 болсын. Оны жазу үшін ең бірінші кейс сөзі және бос орын, сосын тексерілетін мән жазылды, яғни 5 деген. Бұл жерде біз бағанағы мысалдағыдай хабарлама шығаруымыз керек. Бұл хабарлама бізде A 5-ке тең деп аталады. Және осы сөзді жазғаннан кейін біз міндетті түрде break сөзін жазамыз. Бұның қандай қызмет атқаратынын қазір бізден айтамыз. Енді келесі таңдауды жазу үшін, яғни келесі тексерілетін мәнді жазу үшін тағы да кей сөзін қолданамыз. 10-ды жазып, 10-ға тең болған жағдайда, онда біз соған сәйкес хабарламаны шығаруымыз керек, яғни 10-ға тең деген. Және де break сөзін ұмытпаймыз. Тура сол секілді біз 15-ке тең болған жағдайды жазаламыз. 15-ке тең. Сонымен қатар 20-ға тең болған жағдайды жазамыз. 20-ға тең. Және де егер осы тексерілетін мәндердің ешқайсысы A айнымалысына сәйкес келмейтін болса, онда бізде арнайы default сөзі жазылады. Яғни дефолттан кейінгі оператор орындалады. Яғни бұл жерде біз қате сан деген хабарламаны шығаруымыз керек. Қате сан. Енді бағдарламаның жұмысын тексеріп көрейік. Ол үшін біз айталық 15 деген сан жазайық аға. Құжатты жаңартсақ, бізде A 15-ке тең деген хабарлама шығып тұр. Себебі A деген айнымалының мәні осы жерге жазылады. Және де ол әрбір
кейсдағы мәндермен тексеріледі. Яғни бірінші 5-пен тексеріледі, 5-ке сәйкес келмейді. 10-мен тексереді, 10-ға тең емес. 15-пен тексереді, 15-пен сәйкес тең болғандықтан осы операторды орындайды. Енді жаңағы айтқан біздегі үнсіздік бойынша мәнді айтайық, яғни дефолт. Бұл үнсіздік бойынша мән деген сөз, егер жаңағы ешқандай мән А мәнімен сәйкес келмесе, онда осы дефолт орындалады. Айталық, бұл жерде 45 деген сан болсын. Бетті жаңартатын болсақ, бізде қате сан деп шығарып тұр. Яғни 45 5-ке де, 10-ға да, 15-ке де және 20-ға да әрине тең емес. Сонымен қатар бұл жерде break деген сөз қолданылады деген болатынбыз. Бұның мағынасы қандай? Бұның мағынасын көру үшін біз break деген сөздің барлығын комментарийге алайық. Яғни бұл жерде комментарий дегеніміз ол бағдарламаның қызметіне, яғни жұмысына әсер етпейтін, тек қандай да бір түсіндіру жазбалары үшін қолданылатын мәтін. Яғни бұл бізде екі қисық сызық көмегімен жазылады. Сонымен қатар комментарийге алу үшін бізде сызықша жұлдыз және жұлдыз сызықша деген элементтер де бар. Яғни бұлардың айырмашылығы қандай? Егер осындай символдарды қолдансаңыздар, бұл бір жолдық комментарий деп аталады, а егер осындай символдарды қолдансаңыздар, бұл көп жолдық комментарий деп аталады. Яғни бағдарламашылар комментарийді көп жерде қолданады. Түсініктеме жасау үшін де, істемей тұрған кодты жасыру үшін де осы комментарийді қолдана аламыз. Ал енді айталық, бізде бұл жерде А-ның мәні 15-ке тең болсын. Енді осы құжатты өзгертіп сақтап, жаңағы веб-браузердің бетін жаңартатын болсақ, бізде мынадай түсініксіз нәрсе шықты. Бұл қалай шықты? Соны анықтап көрейік. Яғни А 15-ке тең, ол 5-пен тексеріледі, әрине ол 5-ке тең емес. Келесі 10-мен тексеріледі, 10-ға да тең емес. Ал бұл жерде бізде 15-ке тең, сондықтан ол не істейді? Осы оператор орындайды да А 15-ке тең деген хабарламаны шығарады. Сонымен қатар бұл жерде break деген сөз қолданылмай тұрғандықтан, одан кейінгі тұрған кейсдардың барлығы орындалады. Яғни А 20-ға тең деген, міне көріп тұрсаңыздар, А 20-ға тең деген сөз, және сонымен қатар дефолт мәні де орындалып, бұл жерде қате сан деген де шығып тұр. Яғни бұл жердегі break операторының қажеттілігі, ерекшелігі осыда болып тұр. Сондықтан switch операторын қолданған кезде әрбір кейстен кейін break операторын жазуды ұмытпаңыздар. Осымен сабақ аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.